Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсүйгіш достарым. Мен сіздерге мандаринді тұқымдан еккенімді көрсетейін. 22 мартта 5 штугын егіп едім. Міне бүгін 22 апрель, осы бір ай болсын деп күтіп жүрмін. Так, 5 штук ектім. Міне 4-еуі шықты. Почти 80% схожесть. 5 штук ектім, дәннен 4-еуі шықты. Маған сұрақ қойған, тұқымдан шыққан апельсин деген менің плейлистімде бар. Қарап жүргендер болса, неше күнде шықты, неше күнде шығардыңыз дәнін деп. Енді ол кезде ұмытып қалдым ғой, енді мен ектім де солай өсіре бердім. Енді мынау мандарин 3 недельде шықты. Біреуі мына үлкейіп тұрғанын көріп тұрсыз. Содан кейін қалғандар жайлап шыға бастапты. Бір ай болсыншы деп күтіп едім. Бүгін 22 апрельде, кеше бүгін қарасам, міне кішкенде 4-шісі тағы шығып тұр. Енді қақпағын бір ашып, бір жауып, қатты жауып та қойғаным жоқ. Міне конденсант, мына су жиналып тұр ғой. Аздап су құйдым да, бірақ мына қақпағы жабық тұрғасына өзі буланып, терезенің алдында тұр, жылы жерде буланып, міне өзінің суы өзіне жеткілікті болып, топырағы дымқыл болып тұр. Көп суда құйғаным жоқ. Өзінің буланып, суланып, осылай дымқылданып тұр. Енді осыларды мен пикировка жасап, өздерінің ыдысына отырғызуым керек. Сіздерде егіп көріңіздер. 3 недельде шығады екен. 4-ші неделі міне бір ай дегенде осындай болып тұр. Егіңіздер, мандарин егіңіздер. Жапырағы әдемі ғой, декоративный, как зелень болып тұрады ғой, зеленый масса болып, әдемі. Гүлдеріңіз өсе берсін, заман тыныш болсын, сау, саламатта болыңыздар.